Мүлік сүресінің қасиеті. Хадистерде былай делінген: Мүлік сүресі жамандықтардың алдын алушы және құтқарушысы, ол қабір азабынан қорғайды. Мүлік сүресін әр түні оқыған адамнан Алла тағала қабір азабын алып тастайды. Мүлік сүресін оқымастан жатпа, өйткені өлетін болсаң, қабірде саған жолдас болады. Әр түні Мүлік сүресін оқыған адам Қадір түнін ғибадатпен өткізгендей сауапқа ие болады. Мен Мүлік сүресінің үмметімдегі әрбір адамның жүрегінде болуын ұнатамын. Құран кәрімнен 30 аяттық бір сүре бір адамға шапағат етті және нәтижесінде кешірілді. Ол Мүлік сүресі. Асхаби кирамнан бірнеше кісі бір жерге шатыр құрған еді. Бұл жерде бір қабірдің бар екенін білмеген еді. Шатыр астында Мүлік сүресінің оқылып жатқаны естілді. Расулаллаға саллаллаху алейхи уассалам мұны айтқанда, бұл сүре адамды қабір азабынан қорғайды деді. Абдулла ибн Аббастан былай деді: Мүлік сүресін оқы, оны жаттап ал, бала-шағаңа және көршілеріңе үйрет, себебі бұл сүре азаптардан құтқарушы. Оқыған адамға Алла тағаланың алдында шапағатшы. Егер адам оны жаттап алған болса, Алладан оны тозақтан құтқаруын сұрайды. Алла мұның себебімен әлгі адамды қабір азабынан құтқарады. Абдулла ибн Масудтан былай дейді: біреу қайтыс болып қабірге түсірілген кезде азап періштелері мәйіттің басына келеді. Оларға: оған жоламаңдар, өйткені ол маған Мүлік сүресін оқыды дейді. Содан соң қарын жағына барып отырады. Ол да: оған жоламаңдар, өйткені ол мен де Мүлік сүресін жаттап сақтаған дейді. Осы себептен бұл сүреге қабір азабына бөгет мағынасында мания делінген. Абдулла ибн Масуд былай дейді: кімде-кім әр түні Мүлік сүресін оқыса, Алла тағала мұның себебімен ол кісіні қабір азабынан құтқарады.